Облыстық кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасына жаңа басшы тағайындалды. Енді бұл басқармаға Дархан Амрин жетекшілік етеді. Басқарманың жаңа басшысы облыстық әкімдікте өткен жиында таныстырылды. Дархан Амрин 1990 жылы Зергеевка қаласында дүниеге келген. Қазақ агротехникалық университетінің қаржы және агроном мамандығы бойынша тәмамдаған. Экономика ғылымдарының магистрі. Әр жылдары Солтүстік Қазақстан облысы әкімі аппараты басшысының орынбасары, Айыртау ауданының әкімі қызметтерін атқарған. Жиында аймақ басшысы Ғауез Нұрмұхаметов оның жұмысына сәттілік тіледі. Сондай-ақ облыстық кәсіпкерлік және индустриялық инновациялық даму басқармасы басшысының орынбасары, Қызылжар арнайы экономикалық аймағының басқарушы компаниясы серіктестігінің директоры қызметін атқарды. Осы тағайындауға дейін Дархан Өмір Серікұлы Қазақ Инвест ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының өңірлік директоры болып жұмыс істеді.